Сәлеметсіздер ме достар, бүгін біз тік белдемшені құрастыратын боламыз. Ол үшін бізге 3 қана өлшем қажет болады, яғни бөксе орамының жартысы, бел орамының жартысы және де белдемшенің ұзындығы. Мына жерге өз өлшемдеріңізді жазып шығасыз. Енді сызбаның негізін құрастырайық. Ол үшін бізге Т және Т1 нүктесін белгілейміз. Бұл Т1 нүктесінің негізі бөксе орамының жартысына тең. Енді Т2 нүктесін белгілейміз. Ол үшін Т1 нүктесін 2-ге бөліп 1 см қосымша қосамыз. Енді біз Т3 нүктелерін белгілейміз, яғни ол дегеніміз Т2 нүктесінің 0,4 бөлгендегі өлшеміне тең. Ал Т1, Т4 нүктеміз Т1, Т2-ні 0,4-ге көбейтіндісіне тең болады. Бұл дегеніміз біздің алдыңғы және артқы бойдың выточкілері. Енді осы Т1, Т2 нүктесінен белдемшенің ұзындығына қарай, ұзындығы қанша болса, сонша төменге қарай түсеміз. Яғни H, H1 нүктелерін белгілейміз. Яғни TH нүктеміз белдемшенің ұзындығына тең деген сөз. Енді TH нүктесінен түзу сызық сызамыз. Оның ұзындығы 9 см-ге тең. Бұл белдемшенің алдыңғы бөлігінің выточкасының ұзындығы. Т4 нүктесінен де дәл солай түзу сызық сызамыз. Бұл артқы бойдың выточкасының ұзындығы болып табылады. Оның ұзындығы 12 см-ге тең. Алдыңғы және артқы бойды шатасып кетпес үшін жазып аламыз, және де бүктейтін жағын біз гиб деп белгілеп аламыз. Яғни оң және сол жағы бүктеледі деген сөз. Енді Т1, Т2 нүктесінен төменге қарай параллельно B1 нүктесін белгілейміз. Ол дегеніміз бөксенің деңгейі деген сөз.
Енді біз выточканың тереңдігін анықтау үшін S әрпімен белгілеп, сумма выточек формула бойынша шығарамыз. Яғни S дегеніміз бөксе орамының жартысынан бел орамының жартысын алып тастағандағы айырмасына тең болады. Бұл менің өлшемім бойынша 12 сантиметрге тең, яғни бөксе орамының жартысынан бел орамының жартысын алсақ 12 сантиметр шығады. Алдыңғы бойдың выточкасы 12-ні 6-ға бөлеміз, тең 3-ке тең болады. Оны 2-ге бөліп, оңға және солға, яғни 1,5 сантиметрден қиғаш сызып, выточканы белгілеп аламыз. Ал жанындағы выточкасын S-ті 2-ге бөлеміз. Яғни сумма выточканы 2-ге бөлеміз. Сонда бізде 6 деген сан шығады. Оны 3-3-тен 2 жағына бөліп жібереміз. Сол кезде жанындағы юбканың выточкасының негізі шығады. Белдемшенің жанындағы Т2 нүктесін 1 сантиметрге көтеріп, қиғаштап выточкамен қосып шығамыз. Ал артқы бойдың выточкасын табу үшін S-ті 3-ке бөлеміз. Ал бізде 4 шықты, оны 2-2-ден 2 жанына жіберіп, выточканы қиғаштап сызып аламыз. Міне біздің алдыңғы артқы жанындағы выточкалар дайын болды. Енді біз белдемшенің төменгі бөлігін алдыңғы және артқы бойды 3-ке бөліп, соның 3-тен 1 бөлігін 1 сантиметрге көтереміз. Алдыңғы және артқы бойында дәл бірдей етеміз. Мінекей достар, біздің тік белдемшеміздің негізгі базасы осымен құрастырылды. Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазып қолдап өтіңіздер. Келесі алда көптеген видеолар болады. Менімен бірге болып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.